Жақын арада Қазақстанда зейнетақы төлемдері қалай өседі? Зейнеткерлерді елеңдетіп отырған мәселе жуық арада шешіле ме? Биылдыққа зейнетақыға бір тиын да қосылмады деп өкпелі болып отырған зейнеткерлер қай уақытта қуануы мүмкін? Зейнетақыға қашан қосымша ақша қосылады? Бұл туралы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі не дейді? Тақырып қызықтырса, видеоны қарап шығыңыз. Достар, арнамызға жазылып, қолдау білдіруді ұмытпаңыздар. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің 2023 жылдың 1 қаңтарынан бастап 2027 жылға дейін базалық зейнетақының ең төменгі мөлшерін 54-тен 70%-ға дейін арттыру жоспарлануда. Яғни ең төменгі күнкөріс деңгейінен ең жоғарғы 100-ден 120%-ға дейін. Осылайша 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап базалық зейнетақының ең төменгі мөлшері ең төменгі күнкөріс деңгейінің 65%-ын немесе 28.215 теңгені, ал ең жоғарғысы ең төменгі күнкөріс деңгейінің 105%-ын немесе 45.578 теңгені құрады. Сонымен қатар 2023 жылдың 1 қаңтарынан бастап ынтымақты зейнетақыны есептеу үшін пайдаланылатын ең жоғарғы табыс 46%-дан 55 айлық есептік көрсеткішке дейін. 2024 жылы ол 203.060 теңге ұлғайтылды. Ұсынылып отырған шаралар 2025 жылға қарай зейнетақыдағы мемлекеттік төлемдердің үлесін ұлғайтуға және оның мөлшерін орта есеппен 27%-ға арттыруға мүмкіндік береді деп хабарлады ведомстводан. Министрлік зейнетақының сатып алу қабілетін сақтауға, оны жыл сайынғы индексациялау, оның ішінде базалық зейнетақыны инфляцияның болжамды деңгейін ескере отырып, өмір сүру құнының өсуіне пропорционалды және ынтымақты зейнетақыны жәрдемдесетінін қосты. Инфляция деңгейінен 2%-ға жоғары болмақ. 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап жыл сайынғы индекстеу шеңберінде белгіленген алушылардың базалық зейнетақысының мөлшері тек күнкөріс минимумының өсу есебінен 7%-ға, ынтымақты зейнетақы алынған соманың 9%-ға өсті деп толықтырды Еңбек министрлігі. Біз сондай-ақ елдің зейнетақы жүйесіндегі ықтимал өзгерістерге қатысты министрліктің жоспарларын сұрадық. Ведомствоның мәліметінше, Қазақстанның 2030 жылға дейінгі зейнетақы жүйесін одан әрі жаңғырту тұжырымдамасының негізгі бағыттарының бірі жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары есебінен қалыптастырылатын шартты түрде жинақталатын құрамдас бөлікті енгізу болып табылады. ОПВР енгізу халықаралық тәжірибеге сәйкес келеді. Бұл кезде азаматтарды зейнетақымен қамтамасыз ету жауапкершілігі мемлекет, жұмыс беруші және қызметкерлердің өз арасында тең бөлінген. 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап жұмыс берушілер қызметкерлерге 1975 жылғы 1 қаңтардан кейін туған адамдар үшін қызметкер табысының 1,5% мөлшерінде ОПВР төлейді. Әлеуметтік кодексте ОПВР көрсеткішін 2028 жылға қарай 1,5%-ға дейін арттыру қарастырылған. Осылайша мемлекет тарапынан қабылданып жатқан шаралар азаматтарды зейнетақымен қамтамасыз ету деңгейін арттыруға және олар қартайған кезде тиісті зейнетақымен қамтамасыз етуге бағытталған деді министрлік